93 айттым ғой сендерге. 92 құйғанда тексерген болатынбыз. 92 еді бұл. Міне құрылғыны алдым. Актономер 61200 теңге, 61800 теңге болды. Осымен біз қазір бензиндердің сапасын тексеретін боламыз. Егер сіздің көргіңіз келген заправка бұл видеода жоқ болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі выпусктарда мен дәл сол заправкаларды тексеретін боламыз. Газпром заправкаға келдік. Қазір бензин тексеретін боламыз. Құйып. 92-ші колонкадан алдым. Опа, төбір. Погонялась век айда. Газпромның бензин. Істеп тұрма, істемей тұрма. Бензин қазір тимей тұрған кезде 0 көрсетеді бұлар. 0. Қазір өзі тексереміз. Газпромнан құйдық. Видеосы тұр. Қалай Газпромнан құйып баратырмыз, шығып баратырмыз. Барлығы да тұр. Тоқсан 92 құйғанда тексерген болатынбыз. 92 еді бұл. Шайқасаң кішкене. Жоқ, 3 рет тексереді ғой. Енді қара. Сыртта ештеңе жоқ кезде қалай болады? Нөл. Бензинге тимеген кезде 0. Ал қарап тұрсаңыздар, мына Газпромнан құйған бензиніміз 92 бензин 90 көрсетті аппарат бойынша. Келесі заправкамыз Royal Petrol заправкасы. Осы жердің бензинін қазір 92-сін көретін боламыз. Қандай качествода, қалай екен деген сияқты қазір соңында көресіздер. Ей! Қаспаса Ішінде бар екен. алдыңғыдан қайтып кеткен ба? Ей, сен жасай? Почти полный болды ғой мынада. Olma? Sol ayağa takıp otursun. Эрп заправка. Жақын атса, үшінші тексерсін. 94. Үй жүрмейді бейден. 94. Достар, және де басқа да заправкаларды, қандай заправкаларды тексергенімізді қалайсыздар? Соны комментарийға жаза кетіңіздер. Және де видеоларымызды таппай қалмау үшін, каналды жоғалта алмау үшін тіркеліп кетіңіздер, достар. Газпром, Гелиос, Синоль, Қазағойл, Казмунайгаз, тағы Петро Роял, қандай сондай тағы басқа заправкалардың барлығын комментарийға жаза кетіңіздер. Келесі видеода мен міндетті түрде қосатын боламын.